Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен жаңа жылға өте керемет, дәмді, ерекше, әдемі осындай салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге тауық еті мен пияз қажет болады. Жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жұмыртқа саламыз. Оның үстіне голландский сыр салатын боламыз. Міне дайын. Енді бұның үстіне майонез саламыз. Жақсылап араластырамыз. Міне біркелкі қалыпқа енгенше барлығын жақсылап араластырып шығатын боламыз. Толық мөлшері төменде жазылған, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Міне енді бұған бір қасықтай қант саламыз және тұз саламыз, сонымен қатар бұрыш саламыз татымына қарай. Жақсылап араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын. Бұл біздің салатымыздың негізгі бөлігі. Енді мұны әдемілеп, әдемі тарелкамызға өзіміздің формамызды жасайтын боламыз. Әртүрлі форма жасасаңыздар болады, бірақ жаңа жылға біздер осындай форма жасауды жөн көрдік. Бұл бізде гранат бетіне қойып шығатын боламыз. Және жоғары жағын осылай жұмыртқаның ағын қойып шығамыз әдемілеп. Қалауыңызша сәндесеңіз болады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Жақындарыңызды жаңа жылда таң қалдырыңыздар. Рецептін аса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.